Франция футболында соңғы жылдары көптеген жас таланттар пайда болды. Бірақ олардың арасынан ерекше көзге түсіп, әлемдік футболдың ең биік деңгейіне өте жылдам көтерілген футболшылардың бірі бар. Ол Дезире Дуэ. Бүгінде оның есімі Пари Сен-Жерменмен, Чемпиондар лигасымен және Франция құрамасымен қатар аталады. Ол әлемнің ең мықты жас футболшыларының біріне айналып үлгерді. Бірақ қызығы, Дезире Дуэның бұл жетістіктерге жеткеніне көп уақыт болған жоқ. Ол небәрі 21 жаста. Ал оның футболдағы жолы 6 жасында басталған. Оның толық аты Дезире Нонка Махо Дуэ 2005 жылдың 3 маусымында Францияның Анже қаласында дүниеге келді. Оның отбасының футболмен байланысы да ерекше болды. Дезиренің үлкен ағасы Гуэла Дуэ де кәсіби футболшы атанды. Ал олардың туыстарының арасында да футболмен айналысқан адамдар болды. Яғни Дезире футболды кездейсоқ таңдаған жоқ. Бала кезінен оның өмірінің маңызды бөлігі футбол болды. 2011 жылы небәрі 6 жасында Дезире Дуэ Рен клубының академиясына қабылданды. Міне, дәл осы сәттен бастап оның үлкен футболға апаратын жолы басталды. Рен Францияда жас таланттарды тәрбиелеумен танымал клубтардың бірі. Бұл академиядан Эдуардо Камавинга сияқты кейін әлемдік футболға танылған ойыншылар да шыққан. Дезире де осы жүйенің ішінде өсті. Ол бір жылда жұлдыз болып кеткен жоқ. 11 жыл бойы академияда жаттығып, түрлі жасөспірімдер командаларында ойнап, футболдың барлық қырын үйренді. Ал оның бойындағы ең үлкен ерекшелік доппен жұмыс істеу еді. Дуэның аяғына доп тиген кезде ол жай ғана пас беріп қоя салмайтын. Ол қарсыласын алдауға тырысатын. Бос кеңістік іздейтін. Қорғаушыға ғай батыл жүретін. Және ең бастысы, қателесуден қорықпайтын. Бұл қасиет кейін оның кәсіби мансабындағы басты қаруларының біріне айналды. Уақыт өте келе Рен бапкерлері жас футболшының мүмкіндігін жақсы түсінді. Дезире енді академияда ғана емес, кәсіби футболға жақындап келе жатты. 2022 жылдың сәуірінде ол Ренмен өзінің алғашқы кәсіби келісімшартына қол қойды. Ол кезде Дуэ небәрі 16 жаста еді. Ал бірнеше айдан кейін оның өміріндегі ең маңызды күндердің бірі келді. 2022 жылдың 7 тамызында Дезире Дуэ 17 жасында Франция чемпионатындағы алғашқы ойынын өткізді. Қарсыласы Лориан. Көптеген жас футболшылар үшін 17 жасында Лига 1-де ойнаудың өзі үлкен жетістік. Ал Дуэ үшін бұл тек бастамасы болды, өйткені өзінің алғашқы кәсіби маусымында ол футбол әлеміне өзінің бар екенін көрсете бастады. Сол жылдың 31 тамызында Брестке қарсы матчта Дуэ кәсіби футболдағы алғашқы голын соқты. Ол кезде оның жасы небәрі 17-де болатын. Сол сәттен кейін футбол жанкүйерлері оның есіміне көбірек назар аудара бастады. Бірақ Дуэның таланты тек Франция чемпионатымен шектелмеді. Еуропа лигасында да ол өзін көрсете бастады. 22 жылдың қазанында Динамо Киевке қарсы кездесуде Дуэ соңғы минуттарға жақын уақытта жеңіс голын соқты. 17 жастағы футболшының еуропалық турнирде осындай жауапкершілікті сәтте гол соғуы оның психологиялық тұрғыдан да дайын екенін көрсетті. Оның алғашқы толыққанды кәсіби маусымы өте жақсы өтті. Барлық турнирлерді есептегенде Дуэ 34 матч өткізіп, 4 гол соғып, бір нәтижелі пас берді. Бірақ бұл оның ең жақсы кезеңі емес еді. Келесі маусымда ол одан әрі дамыды. 2023-24 маусымында Дуэ Рен сапында 42 матч өткізіп, 4 гол және 6 нәтижелі пас жасады. Ең маңыздысы, оның ойынға әсері артты. Ол енді жай ғана жас талант емес еді, ол Рен командасының маңызды футболшыларының біріне айнала бастады. Оның жылдамдығы, дриблингі, доппен әрекеті және бірнеше позицияда ойнай алуы үлкен клубтардың назарын аударды. Ал Дуэ үшін тағы бір маңызды кезең Франция құрамаларымен байланысты болды. 2024 жылы Дуэ үшін ерекше мүмкіндік пайда болды. Ол Париж Олимпиадасына қатысқан Францияның олимпиялық құрамасына шақырылды. Олимпиадада Дуэ 5 матч өткізіп, 1 гол және 1 нәтижелі пас жасады. Франция финалға дейін жетті. Алтын медаль үшін болған шешуші матчта Франция Испаниядан жеңіліп, күміс медальмен шектелді. Бірақ Дуэ үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Енді оның алдында клубтық мансаптағы ең маңызды шешім тұрды.
Рейнде қалып, дамуын жалғастыру ма? Әлде үлкен клубқа ауысып, өзін әлемдік деңгейде сынау ма? 2024 жылдың жазында бұл сұраққа жауап берілді. Дезире Дуэ Пари Сен-Жерменге ауысты. 2024 жылдың 17 тамызында париждіктер оның трансферін ресми түрде жариялады. Ол Париж клубымен 5 жылдық келісімшартқа отырды. Осылайша 19 жастағы футболшының өмірінде жаңа дәуір басталды. Бірақ PSG-ға ауысу бір нәрсе. Ал сол жерде негізгі футболшы болу мүлде басқа нәрсе. Парижде оған әлемдік деңгейдегі футболшылармен бірге ойнауға тура келді. Мұнда әр матчта қысым жоғары және әрбір қателік талқыланады. Әр жақсы әрекеттен кейін одан көбірек нәрсе күтеді. Бірақ Дуэ бұл қысымнан қорықпады. Керісінше, ол біртіндеп париждіктер сапындағы маңызды ойыншылардың біріне айналды. Оның әмбебаптығы командаға үлкен пайда келді. Ол қанатта ойнай алады, шабуылдың ортасына жақындай алады. Жартылай қорғауға түсіп, шабуылды ұйымдастыра алады. Ал доппен әрекет еткен кезде оның ең үлкен артықшылығы батылдығы. Ал 2025 жыл оның мансабындағы ерекше жыл болды. Париждіктер мен француз футболында ғана емес, Еуропада да үлкен мақсаттарға қол жеткізді. Дуэ команданың Чемпиондар лигасындағы жорығында маңызды рөл атқарды. Ал Чемпиондар лигасының финалы келгенде, бүкіл әлем оның ойынына назар аударды. PSG финалда Интермен кездесті. Бұл матч Дезире Дуэнің өміріндегі ең маңызды ойындардың біріне айналды. Финалда ол 2 гол соғып, тағы бір нәтижелі пас берді. PSG қарсыласын ірі есеппен жеңіп, клуб тарихындағы алғашқы Чемпиондар лигасының титулын алды. Ал финалдың үздік ойыншысы Дезире Дуэ болды. Ойланып қараңызшы. Бірнеше жыл бұрын ғана 17 жасар бала Франция чемпионатындағы алғашқы ойынын өткізіп жүрген еді. Ал енді 19 жасында Чемпиондар лигасының финалында 2 гол соғып, Еуропаның ең басты клубтық трофейін жеңіп алды. Бұл өте жылдам өсу. Бірақ оның жеке жетістіктері де мұнымен тоқтаған жоқ. Ол Лига 1-де жылдың үздік жас ойыншысы атанды. Чемпиондар лигасының үздік жас ойыншысы жүлдесін алды. Кейін әлемдегі ең үздік жас футболшыларды анықтайтын Golden Boy сыйлығында иеленді. Яғни Дезире Дуэ енді жай ғана болашағы зор футболшы емес. Ол әлемдік футболдың қазіргі жұлдыздарының біріне айнала бастады. Енді ол Францияның негізгі құрамасының футболшысы еді. Ал ең қызығы, бұл оның ұлттық құрамадағы соңғы мақсаты емес, өйткені осы жылы өткен әлем чемпионаты оның мансабындағы тағы бір үлкен сынақ болды. Дуэ Франция құрамасының әлем чемпионатына қатысқан құрамында болды және турнирде алаңға шықты. Осылайша бала кезінен футболды армандаған жас француз әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жетіп, Испанияға құрамасына есе жіберген болатын. Дегенімен ол әлі 21 жаста. Ал оның жетістіктеріне қарасақ, кейбір футболшылар бүкіл мансабында жете алмайтын биіктерге ол өте ерте жетті. Чемпиондар лигасында көрсеткен ойыны және финалдардағы голдары. Үздік жас футболшы марапаттары. Және ең бастысы, PSG-дағы негізгі рөл. 2026 жылдың тамызындағы жағдай бойынша, Дуэ Франция құрамасында 12 матч өткізіп, 3 гол соққан. Ал PSG сапында ол 2 рет Чемпиондар лигасын жеңіп, 2 рет Франция чемпионы атанған болатын. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек, Дезире Дуэнің тарихы әлі аяқталған жоқ, керісінше, оның ең қызықты бөлімі енді басталып жатыр, өйткені ол әлі өте жас. Оның алдында ондаған финалдар және талай үлкен турнирлер бар. Бәлкім бірнеше жылдан кейін біз Дезире Дуэні тек Париж Сен-Жерменнің жұлдызы емес, Франция құрамасының басты көшбасшыларының бірі ретінде көрерміз. Мүмкін, ол әлемнің ең үздік футболшысы атануға таласар. Мүмкін Чемпиондар лигасын тағы бірнеше рет жеңер. Мүмкін Франциямен бірге әлем чемпионатында жеңіп алар. Бұған қазір нақты жауап беру мүмкін емес, бірақ бір нәрсе анық. Дезире Дуэнің тарихы 6 жасында Рен академиясының алаңдарында басталды, 11 жылдан кейін ол Париж Сен-Жерменнің жейдесін киді. Ал бірнеше айдан кейін бүкіл әлем оның есімін білді. Бір кездері Францияның Анже қаласында доп қуған кішкентай бала бүгінде әлемдік футболдың ең үлкен сахналарында ойнап жүр. Оның бойында талант бар, оның техникасы бар, оның батылдығы бар. Бірақ ең бастысы, оның әлі де өсуге уақыты бар.
Сондықтан Дезире Дуэнің тарихын қазір жас футболшының жетістігі деп қана қарау дұрыс емес. Бұл әлемдік футболдың жаңа жұлдызының қалыптасу тарихы. Ал бұл жұлдыздың қаншалықты биікке көтерілетінін біз алдағы жылдары бірге көретін боламыз. Сізге бейнеролигіміз ұнады ма? Ұнаса лайк басып пікір қалдырып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.